Баршаларыңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгінгі 1 наурыз көктемнің алғашқы күні, жұма мен тұспа-тұс келген алғыс айту күні құтты болсын, жұмамыз қабыл болсын. Бүкіл ағайын туыс бауырларыма, мені әуелі Алла жаратты, Аллаға, одан кейін әке-шешеме мың алғыс. Жақындарыма, қасымда жүрген дос-жарандарыма, қасымда жүргендеріңіз үшін, менің өмірімде бар болғандарыңыз үшін сіздерге мың алғыс. Бар болыңыздар, бай болыңыздар, аман болыңыздар. Бүгін төркінге баратын болғандықтан апыр-топыр тез-тез шайымды ішіп алдым. Одан кейін уже дарын жылап жатыр ғой, мына жақта төбеде басымды жуғаным солай шамалы тұра тұрсын дедім, жылай тұрсын. Сосын ағаммен кесемін ақтады, аяна жылап жатыр, барлығы оянды. Сонымен барлығы оянғаннан кейін садикке сабаққа тез-тез жинауға кірістім. Қыздар сабаққа жіберіп, барлығын садикке жіберіп, бүгін алғыс айту күні болғандықтан барлығына утренник, солардың барлығын жайлап, киіндіріп, жіберіп болдым. Содан кейін уже сурет келіп жатыр ғой, қыздарымнан мектептен осындай сурет келді. Қыздар мектептен келгеннен кейін тез-тез сумкаларын жуып кетейін дедім. Ертең суббота воскресенье көп тұрады ғой деп сумкалары кірлеп қалған екен. Сөйтіп апыр-топыр екен сумкасын жуып далаға іліп жайып кеттім. Төркінім ауыл жақта. Құдай қаласа, ұлым мен қызымды алып шығатын боламын. Жаман қатын төркіншіл деп төркінге бара бермейміз, арасында көмектесуге барып тұратын жайым бар. Үйде памперс бітіп қалған екен, тез-тез памперс алай деп магазинге қарай жол тарттым. Магазинге кіріп памперспен садиктегі қызымды алам. Қазір соған апайына шай ішуге бір шоколад ала салдым. Әйтеуір көңілі ғой деп шоколадымды алып, қызымды садиктен алып, тез-тез үйге келіп, боянып, сыланып, дайындалып шығайын дедім. Уже сағат 3:30-4 болып қалған екен. Қызым да жағаласып отыр ғой мына жерде. Қашан барамыз, ауылға барамыз деп айтқаннан уже киініп, дайындалып отыр ғой. Үйден шыққанша жанымды алып бітірді. Өтірік тез-тез өтірік апыр-топыр боянып алдым. Садиктегі қыздарымның да осындай алғыс айту күніне утренниктен суреттері келіп жатыр. Өтірік боянғандағы түрім осындай болып шықты. Мына жерде кірпігімді көрсете алмай тұр өзімнің. Сонымен тез-тез қызымды ұлымды алып автовокзал жаққа, Арасатқа қарай келдім. Дарындар кассете тұрайын, уақыт өткізіп деп, ойнайым деп, осы жерде кассеті жамал тұрдым. Одан Жайнаға барып алғыс айту күніне әке-шешеме торт алайыншы деп, бір тортымды алып алдым. Автобусында күткен кезде келмей жатыр. 1 сағат күттім қырсыққанда. Баламен шықсаң бір ішіп кетесің ғой. Осындай тортымның бетіне әке-шешем, анашым мың алғыс деп жаздыртып алдым. Автобусға мініп, төркінге келген жайымыз бар. Келсем папам мал сойып, мамам қуырдақ істеп жатыр екен. Ауыл деген күшті ғой. Ой, Дарын деген әжеде қолымен опырып жатыр ғой, тамақты вилканы ұстап алған. Сөйтсе мамам жеті нан бауырсақ ашытып қойған екен, соны кірісіп пісіріп алайын дедім. Сөйтіп пісіріп алып, қорып алып жатқан жайымыз бар. Мына жерде менің 2 бауырым бар, 2 інім егіз, солар жүр.